Бұл Хамди Харун Катар елінде 20 жыл бойы бизнес-аналитик және жоба менеджері болып жұмыс жасаған. Бұл видеода ол карьера туралы пайдалы ақпараттармен бөліседі. Катарда өмір сүрудің әртүрлі аспектілері туралы айтады, соның ішінде білім беру жүйесі, ауруханалар туралы және қауіпсіздігі туралы. Сонымен қатар Катарда туристке баруға болатын жақсы жерлер туралы да айтып кетеді. Бұл видеоның тайм-кодтары бар астында, сондықтан кез келген тақырыпқа басып, бірден қарай берсеңіз болады. Сонымен видеоны бастайық. Көп адам Катарға келгісі келеді және жұмыс жасағысы келеді, себебі Катардың керемет мүмкіндіктерін біледі. Сонымен қандай адамдарға кеңес бересіз осы жерге Катарға жұмысқа кіру үшін? IT болсын, инженер болсын, мамандығына қатысы жоқ, барлығына ағылшын тілін білу керек. Ағылшын тілі номер 1. Себебі бұл жерде әртүрлі ұлттың адамдары бар, сондықтан ағылшын тілі барлығына ортақ тіл. Оған қоса білімі, тәжірибесі өте жоғары болу керек, себебі конкуренция жоғары. Университеттен кейін қосымша тренингтер өтіп, өз мамандығын жетілдіре беру керек. Ағылшын номер 1 және номер 2 ол тәжірибе. Технологиялармен жаңартып тұру керек, мамандығының жаңартып тұру, себебі сондай. Көп адам Катар туралы білмейді, Дубай, Эмират туралы біледі, бірақ Катар туралы білмейді. Қалай ойлайсыз, Катар қандай плюстар бар Катар, және осы жерге келіп жұмыс жасайтын адамдарға, келіп тұрғысы келген адамдарға Катар не бере алады? Катар орта таяу шығыстағы ең жақсы мемлекеттердің бірі. Себебі Катар жақсы өмір сапасын береді, және онымен қоса салт дәстүрді де сақтап қалған. Яғни олар современный болғысы келеді, бірақ сонымен қоса олар өз салт дәстүрін сақтап қалған. Яғни бір жағынан Катарда қауіпсіздік өте жоғары деңгейде, өзің семьяңа, балаларыңа деген бір қауіпсіздік бір сезімі бар. Және білім жағы да өте керемет дамыған. Әр ұлттың мұнда мектептері бар. Мысалы, филиппиндықтардың өздері мектептері бар. Үнділердің өздерінің мектептері бар. Пакистандықтардың мектептері бар. Оған қоса, мұнда международный мектептер бар, частный мектептер. Егер американдық болсын, ағылшын болсын мектептері бар. Оған қоса, Катардың жергілікті мектептері бар, мемлекеттік мектептері бар. Ол жерде де білім жақсы, сапалы. Ешқашан ондай мектептер туралы естімедім, яғни ол мектептер туралы отзывтар естімедім адамдардың. Себебі достардың барлығы ағылшын мектептеріне барады. Сіздің достарыңыз бар ма сондай мемлекеттік мектепке берген балаларын? Олар жақсы ма сапасы? Керемет, сапасы өте жақсы. Менің көп достарым сол мектептерге балаларын берген. Әсіресе араб елдеріне келген адамдар, экспаттар, олар сол жергілікті мектептерге береді. Сабағы өте сапалы, өте жақсы. And even after they completed the secondary school and they go to the university, there is a lot of varieties here. Адамдар мектеп бітіріп университетке түскісі келсе де, Катарда өте керемет университеттер бар. Карнеги Меллон деген американдық университет бар. Сонымен қоса, басқа да керемет белгілі, әйгілі американдық университеттерінің филиалдары бар Катарда. Және ол университетті бітірсең, американдық дипломды алып аласың. Яғни сертификат, американдық сертификат, ол сияқтағы сертификатпен бірдей, яғни өте сапалы білім береді. Осы жерде Катарда балаларыңыз оқыса, бір жақсы,
алысқа балаңыз жібермейсіз, жақын жерге Exactly. жақын жерге осы жерге Exactly. Катарға бере аласыз This балаңызды. is the curriculum is the same, and the staff also who are. Америкадағы this is the мен осы professors Катардағы coming, are coming from сабақ those бірдей, сапасы бірдей. universities. So it is almost the same. And Себебі at the сол end сол of the елдің year, they give американдық you мұғалімдер option келіп that's to сабақ go береді. abroad to, Программа to study бірдей. the last semester in the main campus in Және де соңғы California. семестрді So Америкада here оқуға I found that мүмкіндік regarding береді the екен. education, you don't have to be worried at all about the education for your kids. Яғни And сіз балаңыздың we білімі assure туралы that еш they go to уайымдамасаңыз болады Катарға education. келсеңіз. Сонымен Сонымен қоса мемлекет, Катар мемлекеті стипендия береді деп естідім. Мен достарым сондай нәрсе айтты. Қазақтар көп екен осы университетте грантқа оқитын. Яғни катарлық еместерге де грант бар екен. Yes. Иә, дәл солай, сондай бар. Yes, this is one of they would like to attract Олар the Катар people елі here. басқа So адамдарды, if you are ақылды not адамдарды interested here өзіне in, тартқысы келеді дейді. Qatar, and you would like to apply for Яғни those сіз universities, Катарда you болмасаңыз да can come and apply шетелден for these университетке universities. тапсырып Then осы they will give you, Катарға келіп resident туралы visa, сізге student студент visa until визасын you береді. finish the Катарда study. тұрып And for оқи the аласыз деп тұр. scholarship also for Qatari and non-Qatari, for it's regardless for all. This Стипендия is барлығына scholarship. береді. Шетелдіктерге де, катарлықтарға Yeah, да. exactly, yes, yeah. Яғни This is a lot of, экспаттарға benefits керемет regarding мүмкіндіктер бар. education. There is regarding of the health also. This is the health. This is a variety of we call it health center here. Every Клиникалар, area you ауруханалар will да find the health жақсы, center, өте very сапалы good, Катарда. high quality. And you don't have to Және pay еш нәрсе anything. төлемейсің, If you are тегін. even a visitor, you come for a Сіз visit visa just турист for болып 30 келсеңіз days де, or 60 days or whatever. 30 short күнге, period. 60 күнге And келсеңіз you де, need any medicine or any, және help сізге regarding the медициналық medical көмек керек болса, бара аласыз. Сонда Yes, страховка medical алып керек insurance, емес you па? have to get a medical Жоқ, страховка insurance, керек, бірақ the public, hospital, мемлекеттік and the public, ауруханаларға if you have страховкасыз да emergency or баруға болады. anything, you Егер can сізде go directly көмек there. керек болса, So you шұғыл need бір to көмек керек have болса, онда insurance with- страховкасыз да баруға болады. Yes, exactly. And also here, if you are expat, and you Онымен have a қоса, resident, сен you катарлық, have this is Катарда medical тұратын card. тұрғын This болсаң, medical сізде құжат болса, You онда go сіз and you can мемлекеттік see a doctor and, ауруханадағы without докторларға paying, барып, and ақша they төлемей take ақ the medicine with, қызмет just- алуға болады. No, this is- Страховкамен this ба? is Жоқ, бұл governmental, страховкасыз мемлекеттік governmental card. This is құжат without болғандықтан, insurance. This is if you яғни are resident Катардың here, тұрғыны if you have болғандықтан a сізге resident, берілетін қызмет. permit here. Бұл тегін. So this is- Сонда үлкен компаниялар қосымша страховка береді. Сол болмаса да мемлекеттік ауруханаларға адамдар бара алады, иә? Яғни қосымша страховка болмаса да. Иә, солай, адамдар кез келген уақытта мемлекеттік ауруханаға бара алады. Бірақ сіз үлкен компанияларда жасасаңыз, онда сіз қосымша страховка аласыз, иә, солай. Егер сіз жеке клиникаға барғыңыз келсе, мемлекеттік емес, онда компанияңыз сізге страховка бере алады. Сол жекеменшік клиникаларға, ауруханаларға бару үшін. Бірақ мемлекеттік емханалар және ауруханалар өте сапалы қызмет береді. Жекеменшік клиникаға барып керегіңіз. Катар туралы өте әйгілі сұрақтардың бірі, Катардың плюстары және минустары қандай? Көп плюс-минус айт деп тұрған жоқ, просто кішкене бірнешеуін айтып кетсеңіз, өзіңіздің ойыңызша. Катарда система бар, және сол системаны барлығы система бойынша жүреді. Қауіпсіздік болсын, медицина болсын, барлық жағынан. And one of the things that everybody who live here for a while, that's he. Бұл жерде көптен бері тұрған адамдар, олар байқайды, что катарлық адамдар өте жақсы адамдар. Олар кішіпейіл, жақсы білімі бар, және тыныш.
олар асығыс емес, иә? Not in rush, and they Иә, are асығыс quiet, емес, and also тыныш this is және you see the man, he is өте humble кішіпейіл and very well және educated. білімді, No need to talk көп too сөйлемейді, much to show off, or they мақтанбайды, don't like мақтануды show off, жақсы or көрмейді, they say, өте this is a жақсы. good, they are respect. Оны You don't құрметтеймін. feel that there is, you are a stranger. Бір өзіңді бөтен адам This is- ретінде көрмейсің, you feel шетелдік as a бола one of тұра, the- осы жерде easily you өте-өте can жақсы be one of the society. халықпен араласа аласың. Yeah. Жарайды, плюстарды айтып кеттік, енді минустарды айта аласыз ба? You Қандай know, минустары бар as any, Катардың? you are living Енді abroad, минустарды you айтатын leave your болсам, home country. шетелде Of course, тұрғандықтан әрине you сіз miss your friends, өзіңіздің you miss достарыңызды, your еліңізді relatives. сағынасыз. This is the thing that туысқандарыңызды сағынасыз. if you live for any Бұл- outside. Бұл минус барлық Everywhere, мемлекетке yani, if you қатысты. leave your Қай елде country тұрмасаңыз да, and you miss your бәрібір сондай parents, минус you болады. miss your Өз еліңді kids, сағынасың, if you- достарыңды сағынасың, But, балаларыңды of сағынасың, course, тыстасаң. you can bring them Бірақ for әрине visit оларды to өзінің your parents, қасыңызға your алып relatives, алсаңыз болады. brother, sister. Туристическая виза бар. Visa they can come. Of course, your family, Әрине wife сіздің and kids, семьяңыз they қасыңызда can болады, come with сізге you. You семьяңызға can бірге adapt болуға after рұқсат a while. етіледі. You can be part of the Жұмысыңызға байланысты. society. Don't isolate yourself. Have a good relations with the people here. Адамдармен Engage араласа with your аласың осы community. жерде. And the people here in the Qatari, they are Өте very қонақжай welcoming. катарлықтар. You know, this is last Мысалы, the World Cup. соңғы You know, this is әлемдік 2022 футбол чемпионатында World Cup here. They are welcoming the олар people катарлықтар nothing. I didn't see it in the адамдарды other өз country. үйлерінде күтті, қонақжайлық көрсетті. Мен ондай нәрсені көрмедім бұрын. Мысалы, катарлықтардың үйлерінде бөлек бір жер бар, мәжіліс деп аталады. Үйден алыстау жерде, алыс емес, бөлек жерде, үйінен бөлек жерде мәжіліс деген жер бар. Ол мәжіліс деген жер, ол қонақтарға арналған арнайы жер. Сондай бір жер қонақтарға арналған, бөлек үйге жақын болмау үшін бөлек қойған. Сол чемпионат кезінде бұл катарлықтар есіктерін ашты және мәжілістерін ашты. Кез келген адам мәжіліске келіп, жергілікті халықпен сөйлесе алатын еді, сол мәжіліске отырып, кез келген үйге барып. Мен ондай қонақжайлықты ешқай жерден көрмедім бұрын. Бұл керемет бір нәрсе болды. Яғни бұл олардың өте қонақжай, жақсы адамдар екенін көрсетеді. Сіз Катар қауіпсіз деп айттыңыз. Қаншалықты қауіпсіз? Мысал бере аласыз ба? Иә, мысал бере аламын. Мысалы, мен кейде үйді кілтеуге ұмытып кетемін. Және ұмытып кетсем, үйді кілтемеуге мен уайымдамаймын. Мен барып, үйімді кілтеуге қайтып бармаймын. Ол ештеңе етпейді, бұл жерде қауіпсіздік жақсы. Кейде мен, мысалы, машинаны кілтеуге ұмытып кетемін. Торговый центрға барғанда машинаны ұмытып кетемін кілтеуге, бірақ ештеңе етпейді ол. Әрине, машинаны кілтеп кету керек, заң бойынша, бірақ менің семьяма да қауіпсіз. Менің семьям кез келген жерге бара алады, кез келген уақытта қалаға шыға алады, қауіпсіздік жағынан ешқандай проблема жоқ. Бұл жер өте қауіпсіз. Бір нәрседен қорқу деген нәрсе болмайды. Өзіңнің заттарыңа, өзің үшін еш қорықпайсың. Өте еркін өмір сүресің бұл жерде. Өте маңызды нәрсе осы Катардың. Толықтай келісемін. Біз мысалы бір нәрсе ұмытып кетсек, бір кафеге барғанда телефон бір нәрсе ұмытып кетсек, бір сағаттан кейін мысалы есімізге түссе, барсақ телефон орнында тұрады, ешкім тимейді. Себебі ешкімге проблема керек емес бұл жерде. Қалай ойлайсың, не үшін бұл жер өте қауіпсіз? Мысалы, басқа мұсылман елдер бар, ол жерде мысалы қауіпсіз деп айта алмайсың. Яғни ол дінге тікелей қатысты деп айта алмайсың. Басқа да бір қосымша бір нәрсе бар. Иә, дінге қатысы бар әрине, бірақ сонда да бір қосымша бір нәрсе бар. Бұл жерде система бар. Барлығы сол системаға тәуелді, сол системамен жүреді. Заң бар.
and it is applied to және everyone, бұл заң барлығына ортақ. regardless of his nationality, regardless of his Ұлтқа қарамай, age or his ұлтқа position, қарамайды, whatever. This is мансапқа the most қарамайды, important thing, that адамның once you барлығына have a заң system and тең everybody жұмыс жасайды. following it, everybody feel in peace, Барлығы everybody feel relaxed, еркін өмір because сүреді, I feel equality қауіпсіз and this is a justice. сезінеді, барлығы тең. So this is Әділеттік бар, барлығы тең. everybody will get that feeling. This is the safe, no need to have any issue or any problem. Because Барлығы қауіпсіз this is the сезінеді бұл most жерде. important thing. Және бұл And өте маңызды. of course, this is the people who are here. in Және жергілікті Qatar, катарлықтар and бар. they are, of course, there are Muslims. Олар, they иә, have мұсылман, their faith that this олардың is not harm діндері бар, people or анада harm. адамдарға But тиісуге there is a болмайды, multicultural here. It's ақысын coming жеуге from болмайды not деген all сияқты. Muslim, Бірақ there is мұнда some, мұсылман емес, басқа да әртүрлі елдер бар, but әртүрлі since you have a діндер бар. system, Бірақ Катардың and it is системасы applied to бар everyone, болғандықтан, банағы this заң is- болғандықтан, there is equality and тепе-теңдік, just, банағыдай so it әділеттік will everybody болғандықтан feel safe. барлығы So, in your opinion, қауіпсіз it's сезінеді. due to the law Яғни сіздің ойыңызша and бұл the заңға laws байланысты және regulated. заңдың орындалуына байланысты. I mean, law works Яғни for заң бұл жерде system. жұмыс жасайды, иә, Yes, солай ма? but Иә, there is a- солай. There is a system and the system is applied and People obey the rules. regardless Сіздің of who you кім are. болсаңыз да, барлық адам This бұл is жерде makes заңға everyone бағынады. you don't need to take your right by hand or to fight Ешкіммен or because төбелесіп, if you did проблема that, шығарып there керек is a емес. law. If Білесің, somebody заң жұмыс жасайды. hate you, you go to Егер and the сізге біреу system is not only law. тиіссе, проблема шығарса, онда It's a заң culture. заң There is also Mentality. mentality. бұл жерде онымен заңмен By қоса, sitting бұл here жерде by the культура деген time нәрсе бар, you- яғни if you менталитет program- бойынша Yes, адам this is қалыптасып the қалған бұл culture жерде. here and this is Қауіпсіздік way қалыптасып of қалған бұл life, жерде. and this is for my benefit, for my family benefit, and for everyone benefit. That's true. What is your favorite activity to Катарда do in Qatar? сізге Where do ұнайтын you нәрсе prefer to қандай? go in Қай жерге Qatar? барғанды Entertainment жақсы көресіз? activities. What would you recommend for people? Actually, Қай жерлерді here ұсынар it едіңіз? is- it is based on the timing of the Бұл year, of course. уақытқа So, байланысты, жылдың I мезгіліне prefer байланысты. in winter that you go Мысалы, out, қыста далаға шыққан to жақсы. you go, beaches. Here are many Көптеген outdoor жерлер бар, activities. There is like қыдыруға болатын. Aspire. Aspire деген There жер is, бар, Aspire парк. Park. There is you can spend a good time with your Семьямен family. жақсы уақыт өткізуге болады. You can there is Qatar. Катара деген жер бар. There is a very, Өте very nice жақсы place жер. that you can stay there. There's many places here that's during the winter and the nice weather you can go outdoor. Қыста and this is a good керемет chance ауа райы for болады, сол you кезде to далаға enjoy шығып, the күннің астында жүріп, sun and the nice weather. керемет ауа райын During, көрсеңіз болады, summer it тамашалап is жасаңыз болады. I prefer to go to the, Ал жазда болса, жазда this is молдарға malls, барған жақсы көрем, this, жабық жерлерге. closed area and also Торговый in- центрға. there is also here a Souq Және Waqif. бұл жерде It's Сук very, Вакиф very деген nice жер бар, place өте-өте to керемет go. жер, баруға болатын. I just mention names without so Мен тек аттарын you атап can- кетем, you can өздері search интернеттен on, қарап on the табар. web. You'll find a lot of good Негізі things көп here. жерлер бар Катарда, And, қыдыруға болатын. there is Бұл жерде Winterland деген де бар, жер бар. Based on the age, of Яғни course. адамның For myself, жасына I да like байланысты. walking, Мысалы, мен because үлкен the кісімін, age маған doesn't tell me просто too жүрген much. But ұнайды. for the people who are younger, they can Жастар go to болса, this is, олар сол fun, басқа жерлерге барса area, болады. like Winterland the деген сияқты Winterland, қызығырақ жерлерге and барсақ there is another болады. Qutayfan Island. Хотайфан There is деген water, yes, жаңа I think that's the арал tallest мысалы water ашылды, сол slides in the жерде world. ең Yeah. биік They made a record аквапарк with the бар. height. Really? Yeah, This is the new it's the highest. Иә, ол water. деген Yes, it's ең like, үлкен, yeah, ең биік I went аквапарк болып there, саналады but дүние I жүзінде. went there. I know, I passed by the Мен ол жерден өтіп кеттім, қасынан көрдім Still сыртынан. cold, I think, also. Олар I went in winter. олар қыста ашылды және салқын болды Yeah, бұл now it кезде. is open. By the way, Қазір ашық how do ол you жер. find the local cuisine, the Qatari Катарлық cuisine? What kind тамаққа of food қалай they- қарайсыз? Or is it the same in Egypt also? Әлде Of Египетте де course, сондай it is, тамақ ба? some dishes here is different, Жоқ, some dishes is кейбір common. тамақтары But I ында like, бөлек, biryani. бізде бөлек. Biryani. Yeah, Маған biryani. индиялық бирияни ұнайды мысалы. But this is very famous here also. Yeah, they Өте also- танымал тағам Yes. I think бұл majbous- жерде. Yes, majbous also. Және мәжбус деген It's common, right? тағам бар. Egypt also.
Yeah, it is now. иә It is мәжбүс became Египетте the де people to know about танымал this болып бастырып Biryani жатыр. Abdul Majbous in Бириани да Egypt, and танымал болып бара they жатыр. know. How about Egypt? So if I go Египет to туралы не Egypt, айтасыз? Ол what жерде dish қандай I тамақ check жеген дұрыс? out? Қандай тағам бар? Номер бір тағам қандай? Номер бір тағам ол кошери деген тағам. Не ол кошери деген? Кошери деген ол күріш, паста, яғни макароны, жуа, яғни vegetarian ба? Иә, vegetarian деп айтуға болады. Яғни томаты бар, ащы емес етіп жасауға болады. Бірақ Катарда да бар ол. Әртүрлі дүкендерде, әртүрлі кафелерде. Мен катарлық ресторанға Дараға келгенде менюді ашсам, бірақ мен еш нәрсе түсінбеймін. Мен тек қана меджбус дегенді білемін. Бірақ мен енді білетін боламын. Кошери деген тағам. Фалафел деген бар. Иә, фалафел дегенді де білемін. Ол Египеттік екенін білген жоқпын тағамды. Фалафел Египеттің тағамы. Оны басқаша вегетарианский бургер деп те атайды. Катарға келу жолыңыз туралы сұрағым келіп тұр. Сізді не қызықтырды Катарда? Не үшін Катарға келдіңіз? Әдейі Катарға келем деп шешім қабылдадыңыз ба, әлде солай болып шықты ма? Мен достарым болды Катарда. Олар Катар туралы айтқан еді маған. Жақсы мүмкіндік болды маған осылай Катарға келу. Мен Катар туралы естідім, себебі сондай Катар елі туралы естідім, достарынан естідім. Катарлықтар жақсы екенін, шетелдіктермен жақсы қарым-қатынаста болатынын естідім. Және қоршаған орта жақсы екенін естідім. Әрине, жұмыста өте жақсы маған. Және консервативный ел, заманауи ел, бірақ бір жағынан консервативный ел. Бұндай комбинацияны басқа елдерден сіз табу қиын. Яғни салт дәстүр туралы да, салт дәстүр жағынан да, зарплата жағынан да сізге ұнады, иә? Негізі маған ең қызықтырған нәрселердің бірі ол білім беру мәселесі. Себебі балаларым осы мектепті жалғастырды. Египеттен келгенде бірден тоқтамай сабағын жалғастырып кетті Катарға келгенде. Және бұл мәселені мен өте маңызды мәселе болды, балалардың білімі. Яғни оларды бөлек басқа елге жіберу керек емес еді. Сонымен сіз Катар туралы, достарыңыз туралы естідіңіз, достарыңыздан естідіңіз, жақсы жер екенін түсіндіңіз. Бірақ жұмысқа қалай кірдіңіз, яғни іздедіңіз бе жұмысты, әлде сізге рекрутерлар хабарласты ма? Бұл жерде екі жақтан да болды, яғни мен іздедім, және олар да іздеп жатты. Мен Сауди Арабияда, Эмираттан әртүрлі жерден жұмыс іздеп жүрдім. Сол уақытта олар да кандидат іздеп жүрген екен. Системный инженер деген позицияға, вакансияға, программист іздеген екен. Сонымен мен тапсырдым. Екі интервью болды. Біреу телефонмен болды, ең біріншісі. Содан кейін
And if you сол are бірінші интервьюдан initially өтсең, олар accepted, сол they екінші invite интервьюге you шақырады. for Ол 1 week бір апталық to make physical офлайн interviews. интервью. I met 3 or 4 Мен 3 people па 4 па in адаммен IT that time. көрістім Then IT-дегі. after that, they Содан кейін provide уже you сізге offer оффер, and you яғни accept it шақыру that береді. you can come with your family or Отбасында not. алып You келесің. worked for the same group for 20. Сіз Yes, 23 I жыл am. бойы I, бір I studied группаның system ішінде жұмыс development. жасадыңыз ба? Бір отделда жұмыс And жасадыңыз ба? Иә? since I graduated, I am in the Иә, бір application отделда development. жасадым. Yani, of course, the application development after a while, after we become business Әрине мен analysts, программист болдым, сосын бизнес аналитик like болдым, the сосын all the жоба development area, менеджер all болдым. the application Бірақ барлығы development сол career, but different positions. application Let me ask development about саласында the болды. career path. So you came Маған as an сол application developer. карьералық What was the technology лестница туралы айтасыз ба? back then? Қандай Yeah, жалпы that time it технологиялар was қолданылды Oracle. бұрын? Oracle. Yes. Ол кезде Oracle Database қолданылатын. Oracle and the front end База данных was Oracle және Oracle фронт-энд Forms тоже and Oracle. Oracle Reports. This is, Есі өте very, ескі, very өте old, yeah. ескі And технологиялар. then we moved Содан кейін олар from, Oracle'дан Oracle. біз We kept the Oracle database Oracle as база is, but данных the front сақтадық, end бірақ we moved фронт-энд to Javaға Java. ауысты. Then we kept Oracle also as backend. Содан кейін Then we, Oracle'ды база we ретінде moved қалдырдық to та NetWeaver'ге NetWeaver, ауыстық. NetWeaver with Javaмен Java. аралас. And recently Содан we кейін біз moved Power to, Apps технологиясына ауыстық. Power Apps. This is a Сол good кезде subject to сізді meet you. сенмен көрісетін бір мүмкіндік болды. Okay. So can you tell me about your career path? So first you came as a developer. then Сіздің you карьераңыз transitioned туралы to business айта аласыз ба? analyst, Сіз басында developer, программист project болдыңыз да, manager. Can you сосын talk about бизнес that? аналитик болып What кеттіңіз. roles? Сол туралы айтып бересіз ба? Actually, I came as an Иә, бұл assistant бұл жерге келгенде мен программист болып келдім, So сөйтіп I жалғастырдым. continued like this. Бірақ Because кішкенен after a соң, while, белгілі бір уақыт then өткеннен кейін, you have сізде жақсы тәжірибе good жиналады, experience, enough жеткілікті experience, дәрежеде so you тәжірибе can, жиналады. be Содан кейін сіз a бизнес business аналитик analyst. боласыз. So you can, Сіз басқа адамдармен сөйлесіп, бизнеспен сөйлесіп, business people and you prepare. содан After кейін that, I мен moved жоба to, жетекшісі болып as ауыстым, a project manager project, ретінде project ауыстым. manager for application development as well, and I have a team from business analyst and from Бізде команда application болды, development бизнес аналитиктермен, developers as well. жаңағыдай Then, программисттермен. yani, this is the career goal Менің like карьерім this яғни because осылай also of жүрді. the age. Сосын жасқа да Because байланысты. this is Жас the development it needs more разработка, concentration, программирование more оған көбірек focusing, фокус and a lot керек, needs a көбірек lot of энергия керек. effort. Business analyst needs Ал more бизнес аналитик болу experience үшін көбірек and тәжірибе how to керек. deal, and you have developed many Оған дейін applications before, көп so you программалар can жазған болу керек. imagine Сол how the кезде system, this сіз requirement or business requirement, how to be interpreted to a system, so you can have this vision without having сізде бұндай тәжірибе болмаса, яғни разработка жасамаған болсаңыз, онда сіз жақсы бизнес аналитик бола алмайсыз. Иә, сіз бола аласыз бизнес аналитик, бірақ программирование тәжірибеңіз болғаны дұрыс. Яғни программист болу тәжірибесі міндетті түрде керек деп ойлайсыз, иә? Иә, керек. Бірақ әртүрлі модельдер бар. Кейбір компанияларда басқа структура болады. Программист болады, бизнес аналитик болады, дизайнер болады, тестер болады, project manager болады. Бұл басқа модель. Яғни бір адам барлық жұмыс жасайды. Бұндай да бір модель бар. Программаны жеткізгенше барлық жұмысты бір адам жасайды. Яғни әртүрлі компания, әртүрлі модельдер қолданады. Тағы бір сұрағым бар. Арабша білу керек па? Бизнес аналитик немесе project manager болу үшін. Сіздің бизнес клиенттарыңыз араб болса, онда иә, әрине, олар ағылшынша сөйлемесе, онда арабша білу керек. Бірақ мен мында көргенім, бұл жерде адамдар арабша да біледі, ағылшынша да біледі. Өміріңді жеңілдетеді арабша, бірақ бұл шарт емес, білу шарт емес. Болған жақсы өзің үшін, қоғамның бір бөлігі болу үшін.
some бірақ шарт people, емес. especially Кейбір younger адамдар, generation, who әсіресе are жастар, starting their career, карьераны maybe бастап wondering, жатқанда like, what ойлану programming мүмкін language to қандай learn, язык like программирование technical үйрену aspects. керек, They may be немесе worried қандай about that. техникалық қабілеттер болу керек деп Sometimes ойлайды, they бірақ don't consider soft skills soft туралы skills ойламайды. part. Мысалы, So what do you think, like, сол туралы не if you ойлайсыз? compare technical Техникалық aspects білім мен and soft soft skills, skills білім. what should be the percentage? What should they focus on? What do you think? Have a Қайсысы successful көбірек career? болу керек адамда? Yeah, I can say this is Менің ойымша 85 to 90% 85 on немесе soft 90% skills. soft skills болу керек. Яғни Yeah, this is себебі because the технология technology ауыса is береді. Yeah. changing, and it is important to build your Өзіңіздің mindset. майндсетіңізді Like you, жетілдіру керек. this is a tool. Yani Мысалы, you are, бір painting инструмент сияқты ғой, адам with, сурет салса, with мысалы адам әртүрлі different type of краскамен paints. сурет салса, Okay, so you have, if you don't сізде have ол this сурет салудың mentality or менталити болмаса, knowledge, яғни ойыңызда болмаса, this you will not онда be сіз able сурет to сала paint алмайсыз. Яғни regardless of the краска- tools. So the technology is a tool. краска Just қарамау керек. build your Яғни mindset өзіңіздің and you will ойыңызда fit in сурет it. салу It will be, қабілетіңіз болу as керек. I mentioned to you, we Мысалы мен started айтқандай with бағана career with Oracleмен Oracle, бастадық, and then сосын moved to Javaға Java, ауыстық, then сосын moved to Power Apps-ға Power ауысып Query, кеттік, then moved to NetWeaver-ге Power ауыстық. Apps, Соның and барлығы all of this added to бұл you, but тек unless you қана have құрал this ғана. logic, Жалпы you программирование have to do the ойыңызда program, болу and керек, the білімі болу technology is a керек, tool, сізде база болу and керек. it rapidly changes. So you need Яғни to know сізде the база basics. болу керек, иә? That's really Иә, important. иә, дәл солай. I mean, in terms of technical, Yes. you mean, Бірақ like soft soft skill like, туралы for не айтасыз? example, Яғни communication адамдармен with қарым-қатынас жасау, customers, бизнеспен with your сөйлесу, peers, коллегалармен coworkers, бірге жұмыс жасау, or maybe сөйлесу, presentation skills. презентация Maybe жасау that part of қабілеттер. skills. Сол туралы не ойлайсыз? What do you think? Олар маңызды ма? We- Қанша пайыз What is the деп percentage? ойлайсыз? The most important Ең thing маңызды is нәрсе you- ол екі two нәрсе. things. Біріншісі Is тайм time менеджмент, management яғни уақытты, and және communication екіншісі skills. сөйлесу Time қабілет, management is communication very skills. important because it Тайм helps менеджмент өте you маңызды, себебі if you are бұл under stress саған and you have a көмектеседі. lot of tasks Көп and жұмыс how болса, you көп can задача manage болса, and prioritize жұмысыңды your дұрыс work жоспарлауға and how you көмектеседі can тайм manage менеджмент. your activities without Бұл feeling сізге стресс, stressed. Time management is a болмауға big көмектеседі. topic. Бұл өте And үлкен just, тақырып, бірақ but қысқаша this is солай. most important. This is Екіншісі, important. And the қарым-қатынас communication жасау skills. өте This маңызды. communication skills, this is- you Бұл can, қабілеттер өте маңызды, especially who себебі are working with бизнеспен customers, әсіресе жұмыс with, жасағанда business people, олар some кейбіреулері customer, they have, жынданады. becomes angry, how Сол you кезде can- and it is something соларды дұрыс like this. So қадағалап it is- білу it is керек. good that's to have this Сондықтан communication қарым-қатынас and өте маңызды. I also think that Менің ойымша да 85%, 90% 90 even, soft сол skills soft are skills important. маңыздырақ, Yeah, 90%. confirm that. Сізде Because соны мақұлдаңыз. a person Себебі may be very адам close to программирование programming, жақсы білуі мүмкін, but бірақ he can be жаман a адам болуы horrible мүмкін. person, for example. They Ол cannot адаммен deal with қарым-қатынас people, жасай алмайды, сондай and, кісі болуы мүмкін. it's very difficult to Сондай work кісімен with өте with қиын such жұмыс a жасауға. person. Иә, дәл Yeah, солай. so as you mentioned with the customers, Мысалы сіз there are a айтқандай lot of бағана different бизнесте customers. әртүрлі адамдар болуы мүмкін. and if Олар you just оларға be angry жындансаң, to them also, онда we cannot жұмыс work. жасай алмайсың, Yeah, and you мақсатыңа reach your жете goal. алмайсың. Иә, дәл солай. Yeah, this is the most important, especially if you are Әсіресе working in a әртүрлі ұлт- multicultural environment. Тіпті бар So you- компанияда you жұмыс are жасасаң, coming from different әртүрлі жерден background. келген адамдар, So you have to know сол кезде how сен to білуің керек, be, олармен to- қалай to сөйлесу deal керек with екенін білу different керексің. people from different Бұл- culture. This бұл, is the communication. қарым-қатынас How to жасау қабілеттері. communicate. Yani this is I remember of one example. Мысалы менде This is бір мысал бар, one of есіме түсіп the, тұр. Менің досым my friends in the ол he used to use the телефонмен phone to resolve сөйлесетін the адамдармен issues. проблема I шешу told үшін him this is телефон not звондайтын. efficient- Мен оған айттым, efficient телефон way, звонда that's ол to- тиімсіз to talk in the phone and проблема шешуге. to resolve the issues the customer. When you talk me on the phone, I Телефонмен don't сөйлескенде know мен your адам face, so I don't know your action. So maybe you адам түрін say көрмеймін. a word, Бәлкім ол бір interpret нәрсе it айтады, wrongly. мен оны қате So түсінемін. if you have an issue, Яғни бір always проблема arrange шықса, for a міндетті meeting, түрде жиналыс sit жаса, face to face. адаммен And бетпе-бет at the сөйлес, beginning of the meeting, just жиналыстың басында socialize the meeting in the сөйлесіп, кішкене beginning. Then адаммен go to сөйлесіп, the topic that ат- you have to обстановканы resolve, жақсартып, issue потом resolve. барып уже By проблема this way, шешуге he кіріс. can see me while Мысалы мен I am күлсем smiling, жиналыста, адам көреді мен күліп жатқанымды. and Реакцияны what is the көремін. action? I am Мен serious or I серьезнымын ба, am мен еркін отырмын ба, relaxed or whatever.
бірақ in phone, you телефонмен don't know сөйлескенде my сен оны reaction. білмейсің, байқамайсың. Сондықтан This бұл is өте this is маңызды. one of these why the communication Қарым-қатынас is не very үшін маңызды important. екенін Great бұл advice. тағы да What көрсетіп kind of тұр. advice can you Керемет give to кеңес. people who are Қандай looking кеңес for a бере new аласыз job in terms of writing a resume, жұмыс іздеп жатқан writing адамдарға a CV, резюме what туралы, information should қандай they put резюмеде in their ақпарат CV? I салу mean, керек. it's a whole Яғни different әрине бұл topic. It consists of үлкен lot of тақырып, бірақ information, right? But сіздің in your ойыңызша opinion, what қандай three things do you нәрселер put жазу in керек your резюмеге? resume? Of course, there is a Әрине lot of бұл жерде керемет specialized үлкен sites on басқа the net сайттар which бар, they can give you жақсы good кеңес беретін advice резюме in туралы. this area. Бірақ But менің my ойымша opinion, make your сіз резюмеңізді resume attractive. Yani don't just put words жақсы қылуыңыз together, керек, яғни. talking. No, Просто just make сөздерді some жазбай, points кейбір in the resume. That's when I see in this. мен мысалы I look at резюмеге this қарағанда resume, ол мені it қызықтырып attracts тұру керек. me and I feel Бұл this is кісі the man is бөлек different екен деген ой than қалыптасу the керек адамда. rest. And also based on the career. Және сіздің карьераңызға байланысты бәрі. Мысалы, сіз веб-дизайнер болсаңыз, онда, мысалы, менде бір мысал бар, бір кісі веб-дизайнерге вакансияға тапсырды, ол резюмеге просто бір ссылка қойды. Ол ссылканы басып қалғанда адамның веб-сайты шығатын. Сол арқылы ол өзін қызықтырды, яғни ол ерекше бір нәрсе жасады. Ерекше басқаларға ұқсамайтын резюме. Адамдар осындай креативностьпен жасаса, бұл керемет бір нәрсе. Сіздің осы техникалық жұмыстан, яғни программисттен бизнес-аналитик, более социальный рөлге ауысуыңыз туралы сұрағым келіп тұр. Қандай қиындықтар болды осы ауысу кезінде? Бәлкім кейбір техникалық жұмыс жасайтын адамдар, олар осындай бір бизнеске қатысты жұмысқа ауысқысы келсе, оларда бірақ проблема болуы мүмкін, мысалы, яғни соларға қандай бір кеңес бере аласыз? Қалай өтті сізде бұл ауысу? Егер сіз жұмысыңызды жақсы көрсеңіз, мен мысалы программирование өте қатты жақсы көремін. Барлық аспектілері ұнайды. Программист ретінде де ұнайды, бизнес-аналитик ретінде де ұнайды, project менеджер ретінде де. Жалпы осы разработка маған өте қатты ұнайды. Сондықтан яғни сіз саланы жақсы түсінуіңіз керек, және әрдайым жаңа нәрсе үйрену керек. Мысалы, сіз бизнес-аналитикке ауысып жатсаңыз, немесе project менеджерге ауысып жатсаңыз, онда сізге оқу керек, жаңа нәрселер үйрену керек. Сіздің программист ретінде тәжірибеңіз сізге көмектеседі жаңа рөлге ауысуға. Project management ол бір басқа бір қабілеттерді талап етеді. Сондықтан сізге оқу керек, үйрену керек. PMP болсын, қандай сертификат, қандай оқулар болсын, оқуыңыз керек. Сертификат алу шарт емес. Сертификат жаңа жұмысқа тапсыруға жақсы, бірақ өзің үшін, үйрену үшін оқу керек. Тағы бір сұрақ, сіз project менеджер етіп жұмыс жасағанда, бизнес-аналитик болып жұмыс жасағанда, бір сондай кездер болды ма, когда сіздің программирование туралы біліміңіз керек болып қалды? Иә, әрине. Менде осындай бір кез болды. Кейде программистер, кейде бизнес кейбір требованиялар қояды. Олар айтады, кішкентай бір нәрсе ғой бұл. Бір осындай кішкентай нәрсені қосыңдаршы программаға деп айтады. Бірақ сізде программирование туралы опыт болса, тәжірибе болса, сен білесің, что ол кішкентай нәрсе емес. Ол бір күн емес, бірнеше күн алу мүмкін, үлкенірек жұмыс болуы мүмкін. Яғни сізде сондай бір тәжірибе болмаса, онда сіз сол требование қабылдай саласыз да, жасаймын деп уәде беріп қоясыз. Сондықтан бұл сізге көмектеседі
discuss with the business what you can accept, what you cannot бизнеспен accept, and what сөйлесуге, is the клиентпен alternatives you can provide. сөйлесуге Because this бұл is a business. тәжірибе керек. If this is a mandatory requirement and they have to do it, so you have to find a Содан кейін, solution for him. This is your job. егер ол бір нәрсе So, жасау керек don't десе, say no. This is клиент not бір your нәрсе time керек десе, or оған жоқ деп but айтпа, you, асықпай, provide ойланып, alternative. адамға басқа Then I альтернатива will ұсын. do Яғни goal, бірден I will жоқ деп achieve the айтпа. goal you are looking for, but in different way. Мысалы, былай What айт, about this? басқа бір альтернатива So, бар осындай. without Қалай ойлайсыз the осы skills of туралы government, деген you сияқты сондай cannot бір do that. We're a great подход example. жаса. So, as you are Күшті retiring, кеңес. Мысалы, right, сіз пенсияға шығып жатсыз. advice Жастарға would be қандай to кеңес younger бересіз? specialists out there, maybe some Өмірден lessons үйренген learned, some great нәрселеріңіз, advice мысалы. for them Yeah, actually, for a successful career. this is for everyone, not for me. Негізі Actually, барлығын айта аламын. this is I used to Достарыма tell бұрын my айтатын, friends, maybe саған да you кезінде say that айттым осы before, туралы. that, Барлығын all my айтам. colleagues, I used to tell them, this is Өмірдің during осы the rush бір of the life and, қызу the сәттерінде жалпы да, pressure of өмір work, how to work, тез жүріп жатқанда this приоритет, priorities is өмірімізге for деген our приоритет life, get, өзгереді. change it or Дұрыс not приоритет қоя алмаймыз prioritize өмірге. as- So always put in Сондықтан mindset, this is әрдайым the three үш бөлек нәрсе different- this is the order of приоритет the бар екенін priority. ұмытпаңыз. Біріншісі ол Number one, your сіздің health. денсаулығыңыз, Don't make яғни стресс болмау керек. the work, Нервничать or етпеңіз, stress of яғни. the life, that Ол себебі affects сіздің your денсаулығыңызға health. тікелей Number әсер етеді. two, Екінші this is мәселе ол after health, your family. денсаулықтан You кейін have to сіздің take- семьяңыз take маңызды. care about your family, be happy. And the Үшінші third мәселе ол is your жұмыс. work. Your life is not Сіздің work яғни only. өміріңіз You have- жұмыстан ғана the құралмайды. life is bigger than Өзіңіздің work. өміріңіз жұмыстан Work is маңыздырақ. part of your life, not your life. Yes. So Сондықтан you have to бірінші first take денсаулығыңа care қара. about your health, and without your health, Себебі you will not be able денсаулықсыз to take care семьяға да about қарай your алмайсың, family, and you will жұмысты not да жасай алмайсың. concentrate on work. And without a Және happy бақытты family, семьясыз you will да not concentrate or you жұмысыңызды have a дұрыс chance жасай алмайсыз. to perform Концентрацияңыз well in болмайды. your work. Сондықтан бұл always put приоритеттерді дұрыстап қойыңыз, өте маңызды. In order. Great advice. Керемет Being кеңес, brave. Don't forget яғни to өмір live сүруге your ұмытпау life. керек, дұрыстап приоритет қою керек деп дұрыс. Things properly. Күшті, керемет кеңес. Рахмет, Хамди. Thanks, Hamdi. So I can give you Соңғы сөз айтсаңыз көрермендерге не айтқыңыз келеді? Thank you so much, and it was pleasure for me to. Сенімен танысқаныма қуаныштымын. Ең Ең бірінші келген күннен бастап. I know Сенде жақсы потенциал бар екенін көрдім. Және жақсы коллега екенін көрдім біздің отделда. And you give me I have to. Мен Қазақстанға бару керек екенмін деп one day. That's түсіндім дейді. because this is- Маған бару керек I дейді know Қазақстанға. Kazakh people is fantastic, and we can you give Қазақстан opportunity туралы for жақсы пікір Kazakh қалыптасты people. дейді менде. So Саған I қарап. would like to visit one. Бұйырса бір күні Қазақстанды көруім And it керек. is, Рахмет thank you осындай for giving me мүмкіндік this chance бергеніне. to speak your Thank you for coming. yeah, Рахмет интервьюға for your fun. келгеніңізге. And this is a pleasure for me. Қуаныштымын. Thank you. Көп рахмет. Thanks a lot. Thank you. So the best Сізге in your іске сәт, future plans. Thank you. барлығы Hope жақсы болады everything will деп be fine ойлаймын. Thank for you. you and your Сізге for де, your family. отбасыңызға да Thank you so much. рахмет. Сау болыңыз. Thank you.